құрметті дебатер. Менің есімім Зарина. Мен өз мектебімнің дебатерімін. Сенің де дебатқа қатысқың келе ме? Ең алдымен дебат деген не? Соған көз жүгіртейік. Ендеше кеттік. Дебат ойындары ежелгі Грекия елінен бастау алады, және сол ойындар түрлі форматтарға енгізіліп, қолданысқа Дебат ол пікірсайыс алаңы. Әр пікірсайысшының міндеті ойын алаңында өз білімін көрсету. Дебаттың маған берер мүмкіндіктері көп. Оны қазір талқылайық. Мен дебатермін. Мен дебатқа қатысып, өзімнің ораторлық шеберлігімді дамыттым. Мен дебатер ретінде әртүрлі пікірсайыс ойындарына қатысып жүрмін. Және де бұл мен білімді көтеруге апаратын бірде-бір жол. Уақыт, зейін, білім. Әрине, бұның бәрі дебатер үшін үлкен маңызға ие. Неге десе бе? Себебі әрбір дебатер әрбір ойынның алдында өзінше бір дайындықтан өтеді. Егер де сіздің уақытыңыз бос болса, егер де сіздің қандай да бір саяси мәселені өзгелермен бөліскіңіз келсе, немесе өз ойыңызды еркін айтуды үйренгіңіз келсе, онда дебатқа қосылыңыз. Дебатер сізді күтеміз. Біз Ыбырай Алтынсарин